Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін беляш жеп пісіретін боламыз. Осындай өте әдемі, дәмді әрі ерекше қамыры жұмсақ, өте жұмсақ. Менімен бірге болыңыз. Алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, тұзымызды және ашытқымызды салып, құрғақ ашытқыны қолданамын мен, және майонез саламыз. Майонез салсаңыздар, қамырларыңыз өте жұмсақ болады. Сосын бәрін бір келкі араластырып, жайлап жылы суымызды құйып қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр илейсіздер осылай. Мінекей қамырымызды бетін жауып, жарты сағатқа немесе 40 минутқа қоямыз. Осы кезде біз салмамызды дайындаймыз. Оған фаршқа осындай 2 үлкен пиязымызды турап, тұзын, бұрышын, дәмдеуіштерін салып, және қолымызбен араластырамыз. Қолымызбен араластырсаңыз өте жақсы болып шығады. Бір келкі араласады. Мінекей біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды жаю үшін ол үшін осындай кішкентай касеге шимек майымызды құйып, және қолымызды майлап тұрамыз. Әлсін майлап тұрамыз. Ешқандай ұн қолданбаймыз. Міне осылай дөңгелек етіп жасап аласыздар, және қолдарыңызды майлайсыздар, бірақ қатты майламаңыздар. Тым көп май болмау керек, бірақ қолдарыңызға жабысып қалмау керек. Ұн қолданбайсыздар. Рет-ретмен осылай істеп, осындай дөңгелек етіп шығарып, рет-ретмен қоясыздар. Мінекей достар, барлығын рет-ретмен қойдық. Енді осыны біріншісінен бастап қайтадан рет-ретмен алып, қолымызды кішкене майлап, бірақ көп майламаймыз осы кезде. Жан-жағын жұқалайсыздар. Ортасына көп тиіспейсіздер, жан-жағын жұқалап жаясыздар. Мінекей жан-жағын жұқалап жайып, бір қасық салмамызды салып, осы жұқалап жайылған жан-жағын мұқият жабасыздар. Мінекей осылай жауып, бір-екі басып орап жібересіздер де қайтып орнына қойып қоясыздар. Солай барлығын рет-ретмен істеп шығасыздар. Достар, енді ең маңызды кезең бұл біздің майымыз қайнағаннан кейін беляш жеймізді салатын кезең. Осы кезде қайтадан бірінші істелген рет-ретмен алып, қолымызды жұқалап майлап, осылай жан-жағын жаямыз. Бірақ өте абайлап жаясыздар, өйткені тесіліп қалмау керек. Жұқалап, жан-жақтарын қамырларын созып, ортасын үстінен басып, бірақ қатты баспайсыздар, өйткені оның ішінде салмасы бар. Осылай жұқалап істейсіздер. Қызған майымызға енді беляш жеймізді салып, екі жағын бірдей қызартамыз. Бұның іші де барлығы пісіп шығады, ешқандай қорықпаңыздар достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей достар, беляш жейларыңыз осындай жұмсақ болып шығады, әрі нәзік, ортасы піскен, міне қамыры өте жұқа. Осындай дәмді болып шығады, сондықтан жасап көріңіздер. Және каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.